1957 жылдың 9 қазанында солтүстік және орталық Қазақстан облыстарында ауыл шаруашылығы саласын дамыту мақсатында Ақмола ауыл шаруашылығы институты бой көтереді. Алғашқыда 3 факультеттен құрылған институт зерттеу университетіне айналып, қазіргі кезде еліміздің ең ірі аграрлық салада білім беретін жоғары оқу орны болып қалыптасты. Сәкен Сейфуллин атындағы қазатудың құрамына 8 факультет, 42 кафедра, 27 ғылыми зерттеу орталығы және әскери кафедра кіреді. Бүгінгі таңда студенттердің саны 13077-ге жетіп отыр. Олардың ішінде 54% мемлекеттік білім беру гранттары бойынша білім алады. Сондай-ақ магистранттар мен докторанттардың саны 1266-ны құрайды. Агрономия факультеті ең алғашқы және бейіні бойынша алдыңғы қатарлы факультет. Оның құрамында 5 кафедра жұмыс істейді. Факультеттің негізгі ғылыми бағыты ауыл шаруашылығы дақылдарының тұрақты өнімін және топырақ құнарлылығын артыруды қамтамасыз етеді. Университет тарихымен тұспа-тұс келе жатқан факультеттердің тағы бірі техникалық факультет. Ол 1957 жылы ауыл шаруашылығын механикаландыру деп ашылған. Бүгінгі күнге дейін факультетте 10 мыңнан астам мамандық иелері дайындалып шықты. Ветеринария және мал шаруашылығы технологиясы факультеті университетіміздің негізгі және терең ғылымды меңгертуге арналған алғашқы факультеттердің бірі. Құрамына кіретін 5 кафедра бойынша студенттер ветеринария саласының қыр-сырын үйреніп шығады. Олар заманауи технологиялардың көмегімен эпизоотологиялық мониторинг жүргізіп, инфекциялардың қауіп-қатерін бағалайды. Жануарлар ауруларын емдеумен оларды алдын алудың дәстүрлі емес әдістерін үйренеді. Факультет құрамында бүгінде ветеринарлық клиника, түрлі зерттеу орталықтарымен қоса аквамәдениет кешені енгізілген. 2019 жылы факультет түлектерін жұмысқа орналастыру 72,5%-ды құрады. Осыған дейін жер ресурстарын басқару, сәулет және дизайн факультеті бірнеше рет құрылымдық жағынан өзгеріп жаңарған. Бүгінгі таңда аталмыш факультетті бітіріп шыққан мамандар жоғары деңгейде сұранысқа ие. Оқу үрдісін қамтамасыз ету үшін факультетте 6 компьютерлік сынып және ғарыштық ақпараттық жүйелер технологиясы орталығы жұмыс істеп тұр. Орталық бүгінде ғарыштық мониторинг жасау мен жерді ғарыштан зондтау жобалары бойынша көлемді жұмыстар атқарып келеді. Ал энергетикалық факультет 1965 жылы құрылып, осы уақыт ішінде 8 мыңнан астам мамандарды дайындады. Олардың көбісі Қазақстан Республикасының энергетикалық ұйымдарының жетекші инженерлері және әкімшілік лауазымды қызметтер атқарып отыр. Факультетте 2019 жылдың қаңтарынан бастап электроника және прототиптеу зертханасы қарқынды жұмыс істеп келеді. Онда ғалымдар студенттер мен магистранттарға жаңа радиоэлектрлік құрылғыларды құрастыруды үйретеді. Онда студенттер күрделі элементтерден тұратын баспа платаларын іске қосуға мүмкіндік алады. Компьютерлік жүйелер және кәсіптік білім беру факультеті дербес бөлімше ретінде 1985 жылдан бері қызмет атқарады. 20 жылдық тарихы бар факультет өз атауын бірнеше рет өзгерткен. Факультетті құру республикамыздың солтүстік және орталық аймақтарында инженер-педагог және IT мамандарының қажеттілігінен туындады. Қазіргі таңда факультет заман талабына сай мамандар даярлаумен қатар жасанды интеллект және Big Data зертханалары ақпаратты жүйелеу тұрғысында зор мүмкіндікке ие болып отыр. Экономикалық факультет 1960-1961 жылдары агрономиялық факультеттің құрамында экономика және ауыл шаруашылығын ұйымдастыру мамандығы бойынша құрылды. 2019 оқу жылында бірінші курсқа 324 талапкер қабылданды. Гуманитарлық факультет алғаш рет 1990 жылы ғылыми кеңесінің шешімімен құрылды. Бүгінгі таңда құрамына қазақ және орыс тілдері, Қазақстан тарихы, философия кафедралары кіреді. Сонымен қатар оқу ордамыздың студенттерінде әскери кафедраға түсу мүмкіндігі бар. Оқыту тактикалық және арнайы пәндер бағытында жүзеге асырылады. Қазіргі таңда кафедрада 429 студент білім алуда. Университет меншігінде 7 студенттік жатақхана бар. Әрбір жатақханада студенттік асхана жұмыс істейді. Студенттердің ұсыныстары бойынша барлығы сабаққа дайындалу бөлмелері, компьютерлік сыныптар, кір жуу бөлмелерімен жабдықталған. Сондай-ақ студенттік өмірдің көңілді әрі жарқын болуы үшін шығармашылық клубтар, ғылыми үйірмелер мен спорттық секциялар жұмыс істейді. Бүгінде Қазату республика аумағында сұранысқа ие жоғары оқу орындарының ұлттық рейтингісінде 3-ші орынды алып отыр. Ендеше сапалы білім алып, табысты кәсіп иесі болғың келсе, біздің қатарға қосыл.